Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Достар, бүгін сіздермен дәл осындай жеңіл рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттер тізімін әдеттегідей видеоның описание бөлігіне қалдырамын. Алдымен суға піскен 2 свекламызды жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Оған жұмыртқаны ағын сарысынан айырамыз да, сарысын осы свекламызға қосамыз. Сосын үстіне 1 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне 1 шай қасық тұзымызды қосып, және ұнымызды немесе крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массаны бір шетке қоя тұрамыз да, бағанағы жұмыртқаның ағын жақсылап миксерлеп аламыз көпіргенше. Міне ыдысымызды төңкерген кезде белогымыз түспеуі керек, өзінің формасын ұстап тұратын осындай дәрежеге дейін жақсылап миксерлеу керек. Сосын 2-3 бөлікке бөліп, осы массаға араластырыңыздар. Астынан үстіне қарай араластырсаңыздар, бисквит жұмсақ, әдемі, пышный болып піседі. Дайын болған массамызды пергамент қағазына төсейміз да, формамызға салып, осылай тегістейміз. Пергамент қағазы міндетті түрде өте сапалы болу керек, өйткені басқа простой пергамент қағаздары астына жабысып қалады да, сіздердің рулеттеріңіз дұрыс шықпай қалады. Свекладан жасалған рулетімізді духовкада 180 градуста 15-20 минутқа жібереміз. Ол піскенше екінші рулетімізді жасауға кірісеміз. Алдымен табамызға сары май мен сұйық майды араластырып, жақсылап қыздырып аламыз. Қыздырылған майға теркадан өткізілген сәбізімізді қосып, жақсылап қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырылам дегенше, біз жұмыртқаның ағын қайтадан жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқаның ағын жақсылап көпіртіп алдық. Енді жаңағы піскен сәбізімізді ыдысымызға салып, кішкене суытамыз да, үстіне жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді белогымызды жаңағыдай 2-3 бөлікке бөліп, астынан үстіне қарай араластырамыз. Массамыз көтеріліп, күшті болып шықты. Енді осыны пергамент қағазына жайып шығамыз. Тоже 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Екінші бисквитіміз дайын болам дегенше, біз начинкасын жасауға кірісейік. Начинкасына укробымызды майдалап турап аламыз, және тұздалған қиярымызды да майдалап турап аламыз 4 бұрыштап. Туралған укробымызға енді сүзбелі ірімшікті қосамыз, үстіне тұздалған қиярымызды қосамыз, және мына сүзбелі ірімшік қатты қою болғандықтан мен 1 ас қасық майонез қосып, екеуін араластырдым. Бұл рулеттерді мен өзім алғаш рет жасап тұрмын. Соның өзінде біздің отбасы мүшелерімізге өте қатты ұнады, дәмі тіл үйреді. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін.
Осындай массамыз дайын болды. Енді свекладан жасалған рулетімізді алып, мен шет-шеттерін тегістеу үшін кесіп тастадым. Осыны жақсылап жұқалап жағып шығамыз. Арасына селедка балығымызды тазалап, турап, осылай ұзынша етіп саламыз. Сосын жаңағы пергамент қағазымыздың көмегімен рулетімізді орап шығамыз. Оралған рулетті сыртынан пищевой пленкаға орап, холодильникке кемі 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады, немесе 1 түнге қойсаңыздар да болады. Сәбізден жасалатын рулетіміздің начинкасына мен жаңағы свекладан қалған начинканың үстіне бір жаңағы чеснокты аршып, теркадан өткізіп турап қостым осыған. Және осы рулетіміздің де шет-шетін тегістеп кесіп алдым. Және кескен қиындыларымды арасына осылай ұзынша етіп қойып салдым. Сәбізден жасалған рулет өте жұмсақ, нәзік келеді. Бұны орау үшін жаңағыдай пергамент қағазының көмегі керек міндетті түрде, және абайлап орамасаңыздар жыртып алуыңыз мүмкін. Осыны да орап, пищевой пленкаға орап, холодильникке салып қоямыз. Мен осы холодный закускамды турап жатқан сәтімді видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Сондықтан дайын кесілген вариантын сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылай дастарханның сәнін келтіріп, қазы қартамен немесе басқа да холодный закускалармен қойсаңыздар өте әдемі. Сіздер де міндетті түрде жасап, үй іштеріңізді қуантыңыздар, достар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.